Қымбатты біздің ардагерлер, құрметті жерлестер, қала қонақтары. Халқымыз үшін қастерлі мереке, ұлы жеңіс күнімен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Жеңіс жалауы мәңгілік желбіресін. Мәңгілік алауға гүл шоқтарын қою рәсіміне Шығыс Қазақстан облысының әкімі, Шығыс Қазақстан облысының ардагерлер кеңесінің төрағасы, Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты шақырылады. Цветы к вечному огню возлагают аким Восточно-Казахстанской области, председатель Совета ветеранов Восточно-Казахстанской области, депутат Сената парламента Республики Казахстан. Бүгін міне ұлы жеңістің 81 жылдығын мейрамдап отырмыз. Келешекте еңбектеріңіз жемісті, табысты болуына, денсаулықтарыңыз зор болуына тілектеспін. Көп жасаңыздар. Рахмет. Әкем Түйебаев Ауқатай, Күршім ауданының тумасы, 44 жылы соғысқа кетіп, Курск соғысында қатысқан. 41 жылы кетіп, 44 жылы қайтқан екен. Енді сол бала шағасы немерелері жылда осы уақытта еске аламыз. Ол кісінің енді көрген қиындығын бермесін бізге. Алла тағала осы Қазақстанға тыныштық берсін, амандық берсін. Өткендердің бәрін, осы соғысқа қатысқан адамдардың бәрін құттықтаймын. Дендері сау, қалған адамдарымыз аман болсын. Алған осы бала шаға, жастар аман болыңдар. Соған тілектеспін. Мен атам соғысқа қатысқан. Мен сол кісіні мақтан етіп, осы ұлы отан соғысының жеңіс күніне келіп, осы атама гүл беріп, осы күнді тойлатып, осы мақтан тұтам осы кісімді. Әр мейрам сайын кеп тұрам.